Әже, Ау, бұлар неден жасалған? қызым, бұлар деген малдың жүнінен жасалған бұйымдар. Мынау жасаған, міне, кеудеше. Малдың жүнін, міне, бүйтіп аламыз малдың жүнін. Көрдің бе? Иә, тыңдап отыр. Бұны боқсатып, түтіп, жуып, малдың жүнін қырқып алып, бұны жуып, тазалап, сүтесің бүйтіп әдемілеп. Түтіп болғаннан кейін бұны шүйкелеп, әдемілеп, бүйтіп шүйкелейміз. Сосын ұршық деген болады. Қазақтың өзінің баяғыдан келатқан ұршығы. Бұл ұршықтың мынау мұрындығы деп аталады. Басы, көрдің бе? Мұрындығы, мынау басы, мынау сабы ұстайтын жері. Сол мана түтіп алған жүніңді, қолыңда шүйкелеп алған жүніңді бүйтіп немен иіреміз әдемілеп. Көрдің бе? Міне. Бүйтіп иіріп, бұл жүнді әбден ұршығың ортасына дейін бүйтіп иіресің. Өзінің бабымен сосын мынаған төгіп, мына ұршық жібі толған мезгілде соны алып қоясың да бүйтіп қолыңнан шешіп қоясың. Сосын сондай жіпті екі қатар алғаннан кейін міне екі жіпті тіндеп біріне-бірін ширатып аламыз ұршықпен. Ұршықпен ширатып бүйтіп төгіп аламыз да тоқышпен тоқимыз. Түсініп жатсың ба қызым? Иә. Бүйтіп тоқышпен тоқимыз. Мынау енді нәскиге арналған жіп. Мыналар да малдың жүнінен тоқылған. Көрдің бе? Малдың жүнінен қазіргі заманға байланысты енді үкіметте қазір жіптің бәрін дайындап қойған, бояп қойған. Бізде баяғыда жүнді иіргеннен кейін қазанға салып, бояу салып, әртүрлі светке бояймыз. Жасылға бояймыз, қызылға бояймыз. Бояп болғасын ол жіпті кептіріп, елеп, өткізіп, сосын барып тоқимыз. Ертең сенде өстіп өскенде айтып отырасың, әже маған үйретіп еді. Сендер де үйренің деп. Иә, мына көріп қарап отыр. Кеудеше тоқ, әдемілеп, әдемі қыз болып өсесің сенде. Қазір бүлдіршін болғанмен ертеңгі күні әдемі қыз болып, сен де осы соларға еңбек сабағынан осындай қол өнерді үйретесің. Жарай ма қызым? Иә. Жаным, ал қызым, мынау деген мұнда ертеден келе жатқан ағаш үйдің ішінде керегенің басына бір жағын байлайсың, бір жағында тағы қалтық байлайсың. Бұл сырғалық деген болады қызым. Тыңдап отырсың ба? Мынаған қарап тыңдап отыр. Бұны міне тоққанда бүйтеді міне. Сырғалық деген мынаны айналдырасың сырғалықтың өзінің ыңғайына қарай. Көрдің ба? Керегенің бастарын байлайтын белдік шығады. Қазір көрсетемін жасап отырған. Міне мынау сырғалық деген. Міне көрдің? Мынаның арасы міне мынау ұрып жібересің. Бүйтіп, сосын мына арқауы бар. Соны былай саласың, бүйтіп тартасың міне. Көрдің? Міне сонда мынандай міне өрнек шығады. Бұл сырғалық деп аталады қызым. Сырғалықпен тоққанда міне мынандай мүйіз салғың келе ме, қошқар мүйіз, басқа салғың келе ме, сондай мынандай қылып шығара бересің міне. Бұны қазір жұрт кілемдердің бір қонақтыққа сыйға беретін уақытта кілемнің белін байлап, екі басына мынаған шашақ тағып, әдемілеп кілемге байлап жібереді. Түсіндің ба қызым? Иә. Әже, шу деген шығарсыздар. Мен сіздерге қазақтың ұлттық сусыны шұбаттан дәм татыңыз.